Бір күні Ақтиін бұтақтан бұтаққа қарғып жүріп, ұйықтап жатқан қасқырдың үстіне құлайды. Қасқыр қарғып тұрып, оны жегісі келеді. Ақтиін жалынып, «Мені жеме, жібер» дейді. «Жарайды, жіберейін. Бірақ сен маған айт, неліктен сендер әр уақытта шат, көңілді болып жүресіңдер?» Сонда Ақтиін, «Мені жіберіңіз, сонан соң айтайын, әйтпесе жүрегім дірілдеп, сөйлей алатын емеспін» дейді. Қасқыр Ақтиінді жібереді. Тиін ағаш басына шығып алып, «Сен қасқыр, залымсың, залымдық ішіңді жандырады, сондықтан әрқашан қапалы жүресің. Біз ешкімге жауыздық істемейміз, сол үшін де әр уақытта біз шат, көңілді болып жүреміз» депті.